Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін профитроле дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге суды ысытып аламыз да, маргаринді салып езетін боламыз ысы суда. Мінекей жаймеңдеп еріп жатыр. Араластырып отырамыз. Содан соң тұзымызды салып аламыз. Енді осымызға ұнымызды саламыз. Ұнымызды ситадан өткізіп, қопсытқыш салдым мен. Мінекей. Осымызды енді ұнымызды араластырамыз. Асты жабысып қалмас үшін қайта-қайта араластырып тұрыңыздар. Мінекей ұнымыз осындай болып бастау керек. Мінекей біркелкі болып табаға жабыспай осылай бір жерге жиналып осындай болып шығу керек табамыз. Ұнымыз. Мінекей. Дайын, мінекей, ұнымыз. Енді оттың астын өшіріп 30 минутқа суытып қоямыз. Суып болған соң жұмыртқа салатын боламыз. Бірден салмаңыз. 4 жұмыртқаны бір-бірден осылай біреуін алып, осылай бір келкі етіп араластырып, сосын келесісін салатын боламыз. Міндетті түрде дұрыстап араластырыңыз. Мінекей келесі жұмыртқамыз араласты. Енді мына жұмыртқамызды араластырамыз. Мінекей осындай болып шығу керек. Барлық жұмыртқамыз болды араласып. Енді осымызды ұнымыз дайын. Енді пергамент бумағын жайып дайындап аламыз. Содан соң қапшағымызға саламыз. Қапшығымызға салып, енді профитроллерді құйып шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пістіреміз. Жаңа салған аз болып қалды. Тағы да саламыз қазір.
мінекей енді осылай құйып шығатын боламыз. Өзіңіз білесіз, формасын қандай қылсаңыз, ұзындау қылсаңыз да болады. Маған осылай кішкентайы ыңғайлы әдемі болып көрінеді өзіме. Сіз любой форманы салуыңызға болады. Мінекей пешімізді қосып қыздырып жатырмын. Осылай құйып алғаннан кейін пешке салып аламыз. Мінекей профитройларымыз пісті. Өте керемет болып шықты. Мінекей ортасы бос. Енді ортасына салмасын жасаймыз. Ол үшін бізге қаймақ 20% менде және сахарная пудра. Егер сахарная пудра болмаса, шекер қосуыңызға болады. Басқа да кремді пайдалануыңызға болады. Мен осы немен қаймақпен пайдаландым. Сіз заварной крем немесе сливкиден крем любойын пайдалануға бола береді. Енді профитройлерімізге құйып шығатын боламыз. Жаймен астын тесіп, жанын осылай міне салып шығатын боламыз. Мінекей осылай бәрін істеп шығатын боламыз. Істеп көріңіз, өте оңай. Қонақ келгенде күшті. Сатып алмайсыз, өзіңіз жасап ас болсын.